Қайырлы күн, құрметті достар, біздің көптен өткен ағылшын тілінен марафонымызға қош келдіңіздер. Біріншіден өзімді таныстыру үшін менің есімім Айкешев Ержан Болатұлы. Мен Қазақ ұлттық университетінде ағылшын тілі пәнінің оқытушысы болып табыламын. Енді бұл марафонды не үшін ұйымдастырып отырмыз, бізге не үшін керек, сізге не үшін керек деген сұрақтарға жауап беру керек. Жалпы біздің мақсатымыз жайында. Ағылшын тілі жалпы қазіргі таңда үлкен сұранысқа ие тіл, бірақ оны меңгеру барысында көптеген адамдарда кедергілер туындап жатады. Сол кедергілерден құтылу үшін, ағылшын тілін меңгеруге болатынын көрсету үшін, ондағы негізгі мәселелер мен фишкаларды сізбен бөлісу үшін біз 4 күндік онлайн марафонды өтеміз. 4 күн бойы бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздерге ағылшын тілінің өте жеңіл және онда сөйлеуге болатын, еркін сөйлеуге болатын дәлелдеп беруге тырысамыз. Екінші мәселе сабақтарымыздың форматына тоқталайық. Жалпы біздің сабақтарымыз 4 күн сабақтарымыз қалай өтеді? Сабақтарымызды шартты түрде екіге бөлсек болады. Бірінші бөлігінде біз ағылшын тіліне байланысты сізге қызықты мәлімет және фишкалармен бөлісетін боламыз. Екінші бөлімінде практикалық тапсырмаларды жасайтын боламыз. Қазіргі күнгі статистикаға сүйенетін болсақ, әлемде 1 миллиард 400 миллионға жуық адам ағылшын тілінде сөйлейді екен. Олардың небәрі осы санға назар аударыңыз, 400 миллионы ғана ағылшын тілін өзінің ана тілі есебінде меңгеретін болса, қалған 1 миллиард адам ағылшын тілін екінші тіл есебінде немесе шетел тілі есебінде меңгерген. Сонда сіз 1 миллиард адам меңгерген тілді меңгере алмаймын деуіңіз өтірік. Себебі басқалардың қолынан келген нәрсе сіздің де қолыңыздан толықтай келетініне мен сенімдімін. Дегенмен, ағылшын тілін оқу барысында біз белгілі бір кедергілерге тап боламыз. Көп адамдар ойлауы мүмкін, ол не мұғалім жоқ, не кітап жоқ, не оған мүмкіншілік жоқ, не мен курсқа барамаймын деген сияқты ойлар болады. Бірақ 3 жылдық білім беру тәжірибеме сүйеніп айтатын болсам, ең негізгі кедергі ол адамдарда ағылшын тілін оқудағы айқын нақты мақсатының болмауы. Мысалға келтірейік. Қазақтар ежелден табиғатпен үйлесіп, оның қырларын, сырларын біліп өскен халық. Мысалға, жол таппаған кезде адамдар темірқазыққа қарап жол табатын болған. Осыған байланысты сіздің мақсатыңызда қаншалықты айқын болатын болса, соншалықты сіз өзіңіздің жүретін жолыңызды, бағдарыңызды біле аласыз, қайда кетіп бара жатқаныңызды түсіне аласыз. Сізге ағылшын тілін оқуға байланысты мақсатыңызда енді осы жерде айқын болатын болса, онда сіз ешқашан қиналмайсыз, ешқашан ерінбейсіз және сол мақсатқа қарай тікесінен жүретін боласыз. Мақсат жайында айтып жатырмыз, енді сол мақсатты қалай қою керек деген мәселеге тоқталайық. Мен сіздерге SMART атты формуланы ұсынғым келеді. Бұл жерде бұл жүйе, SMART жүйесі ол ағылшын тілінен аударған кезде SMART ол ақылды деген аударма береді. Енді осы SMART деген сөздің өзі ішкі мағыналары бар, ол аббревиатура есебінде. S деген сөзіңіз ол жерде ол specific, яғни мақсатыңыз нақты айқын болу керек деп тұр. Сіз өзіңіздің ағылшын тілін не үшін үйренетініңізді айқындап алыңыз. Екінші мәселе, measurable деген ол өлшенетін, яғни сіз мақсатыңызға жеттіңіз деп есептейтін нәтижелер қандай, соны анықтап алуыңыз керек. Мүмкін сізге IELTS-тан 7,5 балл болу керек. Сіз сол IELTS-тан 7,5 балл алған кезде сіз сол мақсатыңызға жеттіңіз деген сөз. Сонда бұл біздің өлшенетін бірлігіміз. Үшіншісі R, яғни R деген бұл жерде achievable, яғни қол жетімді, қол жеткізе алатын. Елестетіп көріңіз, бір адам айына 100 мың теңге айлық табады. Ол адам өзінің алдына мақсат қойды, келесі айда мен 2 миллион теңге табыс табуым керек деп. Бұл құлаққа қонымсыз нәрсе. Себебі бір айда ол 2 миллион теңге табу үшін мүмкін емес нәрсе. Оған уақыт керек, тәжірибе керек деген сияқты. Тура сол сияқты сіз қазір ағылшын тілінде өте төмен деңгейде болып, келесі айда сіз өте жылдам сөйлеп кетемін деген, advanced деңгейіне жетемін деген ойыңыз ол құлаққа қонымсыз. Сондықтан мақсатыңыз өзіңізге қол жетімді деңгейде болу керек. Мүмкін сіз қазір бастапқы деңгейде болсаңыз, бір айдың көлемінде мен белгілі бір дәрежеде өзім жайлы айтатындай, отбасым жайлы айтатындай деңгейге шығамын деген мақсат болу керек. Үшіншісі R. Бұл relevant, яғни сіз үшін маңызды болу керек. Алға қойған мақсатыңыз сіз үшін маңызды болу керек. Ол қалай? Мысалға, ағылшын тілі мүмкін сізге керек емес шығар. Келешекте сіз оны қолданбайтын шығарсыз. Мүмкін сізге неміс тілін оқу керек шығар, мүмкін сізге француз тілін оқу керек шығар. Бұны айтып отқан себебім, ол сізге қаншалықты маңызды, ол сізге қаншалықты пайдасын тигізеді, келешекте оны қаншалықты қолданасыз деген мәселеге өзіңіз анықтап алуыңыз керек. Ең соңғысы T. T ол time bound, яғни уақытымен шектелген. Сіздің алға қойған мақсатыңыз нақты уақытымен шектелген болу керек. Енді осының SMART жүйесіне байланысты толық бір мысал келтірейін. Мақсатты былай қоямыз. Келесі жылы август айында мен IELTS-тан 7,5 балл алуым керек деген мақсат. Бұл сізде нақты, бұл сізде қолжетімді, бұл сізде уақытымен шектелген, барлық SMART жүйесіне сай. Ал
осы білім беру жүйесінде, білім беру кезінде адамдармен енді көп кездесеміз, сабақ беру кезінде біздің Алматы қаласындағы оқу орталығымызға Қазақ ұлттық университетінде сабақ берген кезде адамдардан сұраймыз. Сізге ағылшын тілі не үшін керек дейміз? Сол кезде олардың беретін жауабы, жалпы адамдар оқып жатыр ғой, керек болып қалар, біз үш тіл мемлекетпіз, может мен жұмысымда қолданатын шығармын деген сияқты. Мұндай арман, ой есебіндегі мақсаттарыңыз сізге оны ағылшын тілін еркін нақты үйренуге мүмкіндік бермейді. Мүмкін сіз бір ай оқисыз, 2 ай оқисыз, 3-ші айда сіз уже өшіп қаласыз, содан кейін барып қайтадан осы уақытқа шейін сіз үйреніп қайта тастағаныңыз сияқты ағылшын тілін үйренуді қайтадан жарты жолда қалдырып қоясыз. Негізі сіз ағылшын тілін мектепте де оқыдыңыз. Ол 5-тен бастап, енді 11-ші сыныпқа дейін уже 7 жыл. Егер сіз университетті бітіріп қойсаңыз, онда да сіз кем дегенде 2 жыл ағылшын тілін оқыдыңыз. Сонда орташа есеппен 7 жыл ағылшын тілі сіздің өміріңізде болды, бірақ қазір сіз ағылшын тілінде еркін сөйлей алмайсыз. Демек, бұл жерде бір проблема бар. Ал сол проблеманың ең бірінші шешімі мақсатты айқындаудан басталады. Осы жерде тағы бір айтатын мәселе, Toyota компаниясының негізін салушысы Toyota мырза өзінің өнімділігін арттыру үшін 5 неге сұрағын қойған екен. Мысалға, ағылшын тіліне байланысты осы 5 неге сұрағын қойсаңыз болады. Мен ағылшын тілін неге үйреніп жатырмын? Бірінші неге, себебі мен IELTS-тан 8 деген балл алғым келеді. Не үшін, неге мен 8 балл алғым келеді? Себебі мен Америкада оқығым келеді. Неге мен Америкада оқығым келеді? Үшіншісі неге? Себебі Американың білім беру жүйесі өте жақсы. Төртіншісі бітті. Енді бесіншісі, неге Американың білім беру жүйесі өте жақсы? Себебі онда әлемдік дәрежедегі профессорлар сабақ береді. Сонда бесінші нәрсеңіз сізде соңғы нүктеңіз, нәтижеңіз дұрыс, көңілге қонымды, сізге ұнайтын, маңызды нәрсе шығатын болса, онда сіз оны жасаңыз. Бұл тек қана ағылшын тіліне байланысты емес, жалпы өмірлік мақсаттар қойған кезде тура солайынан. Өмірлік мақсаттарыңызды 5 неге сұрағына негіздейтін болсаңыз, онда сіз ол әрекетті жасауыңыз немесе жасамаңыз, ол әрекеттің сізге керектігі немесе керек еместігі тікелей шығатын болады. Ең соңында қажетсіз нәрсе шығатын болса, ол әрекетті жасап, уақытыңызды, күшіңізді, ақшаңызды бекерге құртпай қойыңыздар. Осы сабақтың соңында мақсатқа байланысты, ағылшын тілінің маңызына байланысты сіздерге бірнеше тапсырма беретін боламыз. Ал енді қазір біз сөзден іске көшеміз, яғни екінші бөлім практикалық бөлім. Практикалық бөлім өзі аты айтып тұрғандай практика, яғни жасауға негіздейміз. Біз ағылшын тілін Алматы қаласында кеңсемізде үйретуде де, университет қабырғасында үйретуде де көбінесе тірі табиғи технологияны қолдануға тырысамыз. Ол қалай? Қазақ тілін меңгерген жолыңыз ол табиғи жол, себебі оны сіз ортада үйрендіңіз. Оған келісесіз деп ойлаймын. Енді сол қазақ тілін меңгерген жолымыз неден бастады? Өзіңіз сол сұраққа жауап беріп көріңіз. Бірінші варианты алфавиттен басталды, екінші варианты отбасыңыздан басталды. Тамаша. Алфавиттен бастады деген адамдар қателеседі, отбасымыздан басталды деген адамдар дұрыс жауап берді. Себебі сіз ана тіліңізді, қазақ тілін өзіңіздің ортаңызда, анаңызбен бірге алғашқы соның айтқан сөзін үйрену арқылы бастадыңыз. Мүмкін сіздің ең алғашқы сөзіңіз ана немесе мама болды. Оған келісесіздер. Сонда біз табиғи жолға жақын жолмен үйретеміз деп тұрғандығымыз, біз ең басында сөздерден бастауымыз керек, әріптен емес. Енді сізді кішкентай кезіңізде анаңыз, ал қызым немесе балам бір жасарсыздар, біз бүгін А әріпін өтеміз деп айтқан жоқ қой. Оған келісесіз деп ойлаймын. Алғашында ол бізге мама деп айтты немесе ана деп айтты деп миллион рет айтты. Сосын біз бір жасқа немесе бір жарым жасқа келген кезде бір күні мама дедік. Барлығымызда солай болды деп ойлаймын. Сондықтан табиғи тірі жолмен ағылшын тілін үйренген кезде ең басында біз сөздерді үйренеміз. Одан кейін сіз бір жарым немесе 2 жасқа келесіз. 2 жасқа келген кезде сіздер сөздік қорды жинақтайсыз. Мама, папа, кел, жим, көтер, няня деген сияқты. Енді сол сөздердің басын қосып не істейсіз? Дұрыс айтасыз. Сіз 2 сөзден немесе 3 сөзден құралған сөйлемдер құрастырасыз. Мама, жим, папа, көтер, няня, бер деген сияқты. Сонда бірінші баспалдағымыз сөз, екінші баспалдағымыз сол сөйлемді құрастыру, үшінші нәрсе ол сізде анаңыз көбінесе сіздің қасыңызда болды. 90% уақытыңызды сол кісінің қасында өткізіңіз. Ол сіз жыласаңыз да, ойнасаңыз да, қарныңыз ашса да, ұйықтасаңыз да қасыңызда болатын сол кісі болған. Енді сол кісінің сізге үйреткен сөздерін бастапқы кезеңде сіз отбасыңыздың ішіндегі адамдарға айта бастайсыз. Мысалға, алдымен ана деп үйреніңіз, кейін әке деп үйреніңіз. Әкеңізге барып әке деп айтасыз, атаңызға барып ата деп айтасыз деген сияқты. Яғни сіз практика жасайсыз. Бұл сабақтың барысында да біз практика жасайтын боламыз. Ең соңғысы, 4-ші баспалдағы ол қарым-қатынас. Сіз жаңа үйренген сөздеріңіз, сөйлемдеріңіз, сосын отбасыңыздың ішіндегі қолданған практикаңыздан кейін мүмкін сіз балабақшаға бардыңыз, немесе мектепке бардыңыз. Сол кезде
адамдармен, өзіңіздің жастағы адамдармен, мүмкін тәрбиешілермен қарым-қатынасқа түсе бастайсыз. Мысалға, менің атым Ержан, сенің атың кім деген сияқты сұрақтар қоя бастадыңыз. Сонда айналып келген кезде табиғи біздің сіздерге беріп жатырған оқу технологиямыз бастапқыда сөздерден, кейін сөйлемдерден, одан кейін оны өте көп практикадан, соңында еркін ағылшын тіліндегі қарым-қатынасқа келіп тоқталады.